Алтайда туған ағарман. Әңгіме. Автор Айзат Рақыш. Шілде туған шақ. Маңғыс Алтайдың мамырда киген көк көйлегі шілдеде тіптен түлі түскеніп, құбылып кеткен. Жұпар әтірін себінген сұлудай Алтайдың алуан гүлдердің қош иісіне мастанған кезім. Батыр Алтайдың осындай аруға тән сұлулығы да бір бойына жетеді. Тек оны көрер көзбен, тұшына сезінер жүрек болса болғаным. Қаракемер аңғарында жалғыз үй отырған қорықшы отбасы үйреншікті тірліктерінің әуенімен әурем. Бөренеден қиып салған үйдің кіреберісінде жасамыс әйел сүт тартып отыр. Қою кілегей ыдысқа сыздықтай тамады. Қаракөлеңке үй ішінде қызы дастархан қамдап жүр. «Апа», деді ол сәлден соң дәлізге шығып. «Апа, дастарханға тәттілер салайын ба?» «Қалалықтарға тәтті таңсық дейсің бе? Одан да құрт ірімшік, майгілегей қой молдап. Қазір ешкімге ештеңе таңсық болмауға айналды ғой, апа». Қаладан 3-ші курсын тәмамдап келген қызы Көркем анасының сөзін қостай қоймады. «Ұмытшақсың-ау, қалада жүріп менімен телефон арқылы әр сөйлескеніңде ауылдың дәмін сағындым деп бастайтынсың. Сол сағанышың бекер-ау», деп Айман қызын қағытты. Ана сөзіне ренжи қойған қызы көрінбеді. Қайта қара торы жүзі алаулап, ырғып басып үйгеніп кетті. Ауыл дәмі деген сөз қыз жүрегіндегі туған өлкесіне деген қатпарлы сағыныштың құпия сөз еді. Бар сағынышын осы бірақ сөзге байлап, анасы етектегі ауылға телефон байланыс тартатын тұсқа шығып, амандық саулық сұрасқанда айтар аяулы сөз еді. Түтін иісін сағындым десе, келіспей қалатындай, сөзінің сырағасын ауылдың дәмін аңсадымнан бастайтын. Алып шақарда жүрсе де, жер шары картасына бір ноқат болып та түспеген аядай ауылын ойлап сарғаятын. Мұндағы ұйыған тыныштық ырыс құттың қамалындай сезіледі. Көркем қалада уақытқа бағынатын, ал ауылына келгелі бері уақыт бұның ұрқына көніп, дегенне мойынсынғандай баяу жылжиды. Айманның қалалықтар дей салғаны бүгін қорықшы үйіне қаладан келген қонақтар аялдамақ. Жаз шыға, жер дегдіп, кісі аяғы бір басылмайтыны бұларға жаңалық емес. Қонақжай дәстүрлері бойынша меймандарын түстеп түгендемей, құрақ ұшып, бәйек болып жатқандары. Әрі алыстан Алтайдың сұлулығына аңсар ауып, ат арытып, ер тоқым жастана жететіндерді бұлар тіптен қошеметтейтін. Шетел асып кетпей, Алтайды көруге құмартқандардың саны соңғы жылдары артып келеді. Одан табыс тауып қарық болмаса да, жергілікті халықтың көңілі тоқ. Алтай ұмытылмасын. Алтай аңыз болса, алыстағыларды сиқырымен тарта береді десіп қуанысып қалатын. Алтайды мекендеген жұрттың шүкіршілдігі бір бөтен. Ауылдары бұрынғыдай байқуатты көрінбесе де, қасиетті топырақтан табан аудармай отырған тәкаппарлықтары тағы бар. Көркемнің ояғының күлтізген, кенеттен басталған тау нөсерінің сартыл еді. Жаңа ғана ашық тұрған кешкі аспан тұтқиылдан түйіліп, ызғары сүйектен өтер жауынын төктай келіп. Оқыстан бұзылатын тау күніне әбден сыралғы болып алған қорықшыйы әбігерге түсе қоймады. Шаруаларын дер кезінде тиянақтап, үйлеріне еніп үлгерді. Қаланың дүзі жолына ғана лайықталған қонақтардың мәшинелері бір жерде батып қалмас мына нөсерде. «Кешікті ғой», деді әкесі Нұрлыбек сырт киімін шешіп жатып. Техникалық көмек шақыратын телефондарында байланыс та жоқ. Бір қарағайдың түбін паналап түнеп қалмасын деп інісі Төрегелді әзілдей жөнелді. «Техникалық көмек дегенің өзі жоқ болса, кімін шақырар?» деп Көркем бауырының қалжыңын қостай күлді. Осы сәт жер дүниені жаңғыртып күн күркіреді. Көктен жерге хабаршы жібергендей, күркіреу үн жаңғырғып барып тыйылды. Тосынан сап басылған жауын тамшылары шөп басына шақтай мөлдірей қонып, көк шалғынды айдындай жарқыратып жіберді. Айнала жаңа бір түске боялып, жұтына қалған. Далада мотор даусы естілді. Жол азабын тартпай-ақ жетті ғой деп Айман қуанып кетті. Осы апасы Көркемге періште көрінеді. Өзгелер үшін шын қуанып, басқаның мұңын өз мұңына бетер жоқтайтыны әсіресе тамсандырады. Бәрі андыздай үйден шықты.
Шынында да Алматыдан Өскеменге бір тоқтап, одан төмендегі ауылға ақсақ киіктей жән аялдап, нөсерлете жеткен қонақтар екен. Көктен алғаш болып атып түскен әйел жан-жағына таңдайға қарады да, көкке қолын созды. Кемпір қосақ, қандай әдемі! Мойнындағы фотоаппаратын кемпір қосақ нұрына малынған атырапқа бағыттады. Қалалық тікбақай деп ойлады Көркем әйелдің тұрысына қарап. Өзгелері өзара амандасып үйге беттеді. Келгендердің дені бір мекемеде істейтін әріптестер екен. Алтайдың нөсерінен соң ауада денені қалтыратар сыз пайда болды. Күн көрмеген, желдің өтінде тотықпаған қалалықтарға бұл сыз қаңтардың аясындай әсер етті. Үйге кіруге асыққандары да содан. Кешкі күн ауадағы сызды сейілткісі келіп, болмашы сәулесін шашып, шілдеде тоңдырған айыбын жуғысы келгендей. Қазаны жері жақтан бір түспейтін Айман қонақасын әлде қашан әзірлеп қойған. Бабымен піскен марқаның еті буы бұрқырап дастарханға келе қалды. Көркем апасына қолғабыс жасаумен қазан ошақ жанынан шығар емес. Қонақтардың керегін тауып беріп, лап-лап етеді. Үстел басына жайғасқандар қаздай тізіліп етке қол созды. Қалалық қыз Бағлан алдындағы мәзірдің қойдың еті екенін білген соң жеуден тартынып отыр. Оның ұғымында қойдың еті қонақ келгенде тартуға болмайтын жаман жәутік ас еді. Ал мұндағылар марқаның етін мақыттап, сорпасын балтады деп мәз. Сол баяғы аңқылдақ қалыптарын бір өзгермепті, деді меймандардың басы Жәнібек. Алтай жарықтық өзгермесе, бізде не өзгер күтесің деп Нұрлыбек сорпасын сораптай ішіп. Әлі күнге қазақы қасанып, жамбасақ сұрамайсыңдар. Ас суда тегін, дарқан көңілдерің тіпті тарылмапты деп Жәнібектің келте шашты сәнқой бәйбішесі Райгүл де сөзге араласты. Бізге қоңқайшылдық жараспайды, деді Айман Көркем ауыстырып әкелген шәугімнен ыстық шай құйып отырып. Қазақшылығымызды қоңқайшылдық жеңе алмас, деп сенімді раймен сөзін сабақтады Нұрлыбек. Біз қоңқай болсақ, мына тікшеген Бағланға марқаның етін мысқалдап сататын едік қой деп Төрегелді әзіл қойлығына басып, әпкесіне сыбыр етті. Өз сөзіне өзі мәз бола, екі иығы дірілдей күлді. Күлкіге булыққан інсін Көркем басынан нұқып қалды. Мұнысы еркелеткені. Бағлан, дәм алмадың ғой. Айман кірпияз әйелге қонақжайлық көрсетіп еді, ол қабағын ашпады. Мен бүгін вегетарианмын, деді де өзі қалап құйдырған қара шайына ернін тигізді. Бағлан қабырғасы майдан жіңішкеріп кеткен қойдың етін жеу үшін де жүрек керек деп әріптесіне қалжыңдаған Баубек әйелдің алдындағы мүжілмеген қабырғаға қол созды. Қойдың етінен қорқатын ретіңіз жоқ, есіміңізде қоймен байланысты. Бағлан әпке деп Көркем кешкі ас бойы алғаш рет әңгімеге араласты. Оның сөзіне үлкендер жағы күлісіп басылды. Жүзі шытынай қалған Бағланды Нұрлыбек жадыратуға кірісті. Ерте туған қозыны Бағлан дейді. Қазанның қоймен байланысты деп қойып қалғаны содан ғой, деп ештеңені көңілін алмайтын ақ жарқын мінезімен әңгіме ауанын өзгертіп жіберді. Әкем толық айтпады. Шындығында ерте туған семіз қозыны Бағлан деп атайды. Төрегелдінің бұл жолғы сыбырына Көркем басын шайқады да қойды. Әзілге шынысының әр сөзіне күле берсе, ендігі езуі теріс айналып кетермеді. Қоңқайшылдық демекші, масқара болғанда, ондайлар ел ішінде біртіндеп пайда болып келе жатыр. Әрі жыл санап қатарлары артып, өздерін жаңашыл қоғамға тым бейімделген сұңғыла жандарымыз дейтін көрінеді. Бір үйдің моншасының жөндеуі ұзаққа созылып, көршісіне өтініш етсе, әлгі қоңқай кісі басына пәленшеге теңге сұрапты. Соны айтып ел жағасын ұстап жүр. Нұрлыбектің сөзіне қалалықтар тіксіне қоймады. Жалғыз ғана Бағлан, қоңқай деген кім деп қабағын керді. Қоңқайдың кім екенін білу үшін Оралхан Бөкейдің қарғыс хикаятын оқу керек, деді де Көркем дастарханда жаңалық қамына кірісті. Бағлан иығын қиқаң еткізіп, төргі бөлмеге қалдырған фотоаппаратын мойнына асынып, далаға шығып кетті. Көргеуде оқыса да түсінбес деп ойлаған Көркемнің көзі қарсы алдындағы Баубекке түсті. Ол әлденен есіне түсіре алмағандай, маңдайын тыржитып аз кем отырды да, ақыры сұрағын ортаға тастады. Сол қоңқай аязды түнде адасып, үйіне тап болған 3 жігіттен жамбас ақысына неше сомнан талап етіп еді, деп маңайын шола қарады.
Бұл жолы емен жарқын ақтарылған күлкіні суық қабақпен сейіткен ешкім болмады. Астан соң төрегеді қос жігітті ертіп, алау жақпақ болып, отын сарайға беттедім. Ауыл балаларының әдетімен қасына ерген жігіттерге арсалаңдап алдына шыққан күшігін мақтай жөнелді. Бұл бөрібасардың тұқымы. Шешесі асыл тұқымды төбет еді. Өткен қыста қасқырға жем болды деп, өзіне секірген күшігін тұмсығынан сипап өттім. Қасқырға желінсе, нашар төбет болғаны ғой деді. Дәмді етке тойған ұлан салқын ауаны кеудесін толтыра жұтып тұрып. Жоқ, нашарлығынан емес, көзсіз батырлығынан кеттім. Қасқырлар қамап алыпты. Көпке жалғыз шамасы келсін бе? Тулақтай тартыпты, деп Төрегелді жетім күшігін тағы бір еркелетіп, отын сарайдан бір құшақ қу отын алып шықтым. Алау тез ақ жағылды. Үлкендер жағы әңгіме төккен құрып, үйде қалып қойды. Отты айнала отырған ауылдықтар мен қалалықтар сөзді не деп жүріптарын білмей біраз дағдарды. Ортақ тақырып таба алмай отырған түрлері. Ақыры ас үйден шаруасын тиянақтап келген Көркем ортаға бір ұсыныс тастады. Ежелгі қазақтар секілді отты айнала отырыппыз. Енді сол ата-бабамызға бір еліктеп өлең жыр айтайық. Бір қызығы қыздың ұсынысын бәрі қостай кетті. Мен бастайын деген Бағлан орысша жыр оқыды. Баубек бір өлеңнен үзінді айтып құтылды. Ұлан тақпақ қана білетін, оны бала кезінде Аяз атаға арнап жаттағанын айтып сырғақтады. Төрегелді әпке тұрып іні сөйлемейді деп тауып кеттім. Көркем қалада жүргенде өзі жаттаған өлеңінің шығу тарихын қысқаша баян қылды. Бұл шығыстан шыққан Ғалым Қалибекұлы деген ақын ағамыздың Оралхан Бөкейге арнап жазған өлеңі. Мұзтаудың мұзбалағы оралмады деп аталады. Қыздың қоңыр дауысы кешкі тымық ауада сыр мен мұңға көмкеріле әдемі естілді. Жырдың әр тармағына көзден кеткен, алайда көңілден бір өшпеген кемеңгерге деген сағынышпен аңсау самалы аңқып тұрды. От жалыны тыңдаушылардың жүзінде ойнап, тыныштық күйін асыра түсті. Көркем жырын жалғастыра берді. Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді, сұрмерген атып алды күйігіңді, тағдырдың салғанына шара бар ма? Шыңғыстай, кім басады күйігіңді? Күншілдер мұз жалады, тұз жалады, 30 қыз одан бетер қызғанады, 20 жыл өтсе дағы оралмады, Алтайдың ақиығы мұзбалағым. Өлең оқылып бітсе де тыныштық тарқамады. Әркім өз ойымен отқа қарап үнсіз қалған. Мұңайтып тастадың ғой бәрімізді. Бағланның неге томсарып қалғанын білмеймін, өйткені ол тек орысша ғана оқиды. Ұланның үндемегені ұйқысына келгені. Баубектің тыныштықты бұзғанын ұнатпағандай, өзгелері жапа тармағай жауаптаса жөнелді. Иә, мен тек орысша кітаптар оқимын. Онда тұрған не бар? Бағлан шарт етті. Жаңағы мүлгіген тыныштықтың ізі де қалмады. Көп ретте әдебиет туралы пікір таластыра алмаймын. Бірақ соған қарап, мені мүлдем меңіреу көрме. Мұзбалақтың Оралханның оралмағаны расында да өкінішті. Мұңды өлең ой туғызады. Ол ойды біздің Баубек бұзады. Ұлан, саған Көркемнің беріле оқыған жыры қатты әсер етіпті. Қызу пікір сайыстың шаласын тұтаттың деп Баубек әріптес құрдасына тағы қалжыңдады. Әпке, сен өзің әдебиет деген отты тұтатып қойып, тасада тып-тыныш отырсың. Бұл жарамайды деген Төрегелді үйінен домбыра алып шығып әнге бастады. Жеткіншектің жігерлі дауысы түнгі ауаны тербетіп, ғашығына қосыла алмаған мұңлықтың зарын төкті. Домбыраның қос шегінен төгілген шерлі әуенге түн мүлгіп, ай өнерліні жарық еткісі келгендей нақ төбеге ойыстым. Көркемнің аяғын құша еркеле жатқан күшігі Төрегелді ән бастағанда кеудесін көтеріп отырып алды. Иесінің әнін тыңдауы алғаш рет емес тәрізді. Өздерің шектерінен романтик екенсіңдер, тіпті еттеріңде лирик тәрізді деп Баубек Көркемге күшігін меңзеді. Қыз күлімдеп басыны изеді. Інісінің әнін бұзғысы келмей, сөзден қашқан сыңайы бар. Ән қос шектегі әуенге ілесе тыңғанда, алқа қотан отырғандар қол соқты. Күшік үріп жіберді. Әдем әннен соң неге сартылдатып шапалақ ұрасыңдар дегендей, кәдімгідей екілене үрді. Көркем тек осы сәтте ғана Баубектің сөзіне жауап берді. Иә, біз романтикпіз, ақ құлақта лирик, өйткені біз Алтайдың төрінде тұрамыз. Мынау сұлу табиғат бізді ақынға, жыршыға, әншіге айналдырып жіберген. Иә, рас. Жан-жағың сыңсыған орман,
аңғар ертегідегі сиқырлы алаңқай тәрізді. Нөсерден соң ғажайып кемпір қосақ көрінеді. Ай қол созында тұр. Жұлдыздар қаладағыдай ноқат емес, баданадай болып көз көреді. Баубек алау маңындағы дала өнерінен кәдімгідей әсерленіп, көсіле сөйлеп кеттім. Қазір домбыраны үйлерінің төріне сувенир есебінде ілетіндер көбейіп кетті ғой. Сендерде бәрі тірі, бәрі жанды екен деп ұланда пікір қостым. Бағлан толған айды суретке түсірмек болып, оқшаулау шығып кетті. Біз жақта, яғни ауылда, ондай жансыз домбыра жинайтындар аз секілді. Әр қазақтың үйінде домбыра ойнай білетін кем дегенде бір жан болады деп Көркем ашық мақтанды. Ұйқым келмейді, отырлады ұйқымды. Кірпігім ілінбейді, айқаспайды бұл түні. Отты үстемелеп салған Баубек әндете сөйледі. Міне, Алтайға келгелі небәрі 2 күн. Баубек жышы болып барады деп, Ұлан енді досын өзі әзілге шақырды. Ұйқым келмейді дегені бар Оралхан жазушының. Рас, шынымен де ұйқысыз ғұмыры мәңгілікке ұласты. Кім айтады, Оралхан ұйқыда деп? Көркем от жалынына қадала қарап, қиялдана сөйлеп отыр. Қала тірлігінен шаршап келген қыздың туған ауылынан сая, жанына рахат тапқан қалпы байқалады. Ұшқыр қиялы оны от ішіне алып кіріп, билете жөнелді. Күйдірмейді, алас ұрғызып алқындырмайды. Жеңіл мұң әуенімен жып-жылы, жып-жұмсақ жерді сызып, толқи билейді. Әр қимылында алапат сағыныш лебі бар. Қолын сермесе, сол сағыныш әуені отты билете, құбылмалы қимылмен шырқ үйреді. Қар қызы от қызына айналып кеткен бе? Бұл таңғажайып өлкеден қолзу маған қиынға соғайын деп тұр. Баубектің саңқылдаған даусы Көркемді елестер әлемінен суырып алды. Баубек аға, сіз Оралхан Бөкейдің кітаптарын көп оқығансыз-ау сірә деп Төрегелді қонағына сүйсіне қарап қалыпты. Бағлан көрінбей кетті, аю алып кетпесін. Ұлан орнынан тұрып, Бағлан кеткен тұсты бақыттап жылжи берді. От жалыннан жүздерін шомдырып үшеу қалды. Баубек енді салмақты раймен қалжыңнан ада байсалды жүзбен сөз бастады. Иә, кітап оқимын. Санап емес, талғап оқимын. Жұмыс шаршатқанда, қаланың ырду-дұрдуынан бой тазалағым келген кездерде жаныма жақын Оралхан кітаптарын қолыма аламын. Ауылды сағынғанда, сырлыда мұңды кітапты құшағыма аламын. Ол мені ой мен сезімнің қым-қиғаш пәлсапаның шырмауына алады. Нағыз махаббаттан сағанда кітап оқимын. Кітаптан оны тауып аларыма сеніп оқимын. Қар қызын жолықтыруды арман етемін. Күншілдіктің құрбаны болған қасқа қолымды таба алсам ғой деп үрекпемін. Ту, қандай ғажап жан едің. Сендейлердің соңғы ұрпағы ортамызда әлдеқашан өліп кетті ме деп жүрсем, өтіп кетті ме деп жүрсем. Қасқыр ұлыған түнде бойжеткенге қорған болуға да ұмтылатын шығарсың. Көркем Баубектің ұзақ сөзін бөлмей тыңдап, ол тоқтағанда барып ойға ой қосты. Ал қоңқайды көрсеңіз не істер едіңіз? Төрегелді де қысынып алыпты. Отқа жақындай түсіп, сауал қойды. Баубек жауап беруге ыңғайлана беріп еді, ту сырттарынан Айманның даусы естілді. Балалар, тоңбадыңдар ма? Бөлмелерің дайын, ұйқыларың келсе, тыныға беріңдер. Ұйқым келмейді. Қос бауыр жарыса тіл қатты. Оған өздері мәз болып қалды. Жандары егіз құлындарым деп іштей еміренген Айман үйіне қарай беттеді. Қонақтар далаға шығып, дабырласып аз жүрді де, содан соң үйге кіріп, көзден қайып болды. Бағлан түсірген фотоларын ғаламторға бөлісуге байланыс жоқ, дымы құрып ұйқыға кетті. Ұлан да өзіне әзірленген төсекке қисайды. Сыртта үшеу әлі отыр. От сөнуге таяу. Оған қу қарағай салған жан болмады. Аққұлақ та арпалысып әр дыбысқа бір құлақ түргенін қойған. Алдыңғы аяғына тұмсығын қойып, мүлгіп жатыр. Ғажап тыныштық, деді Баубек орнынан көтеріле беріп, аспанға тамсана қарап. Біз күнде осы тыныштықтың құшағында бірге үйіміз, деді Төрегелді домбырасын бауырына қысып. Маужыраған мына күй арманды ойға жан бітіреді. Мен арманымда Алтайды әлемге аян туристік өлкеге айналдырып, құжынаған халықтан көз қуанышы етемін. Арманыңа жет, бауырым,
Менің арманым да Алтай жарықтықпен байланысты. Қанша зерттелді дегенмен, ел арасын аруақтай кезіп жүрген аңыздар жетерлік. Сол аңыздарды ел аузынан жазып алып, Алтайдың жер-су атауларына қатысты кітап шығарар едім. Көркем де өз арманын паш еттім. Ал мен нені арман етеді дейсіңдер ғой? Келесі жылы демалыста тағы да Алтайға келіп, сұлулығына көз тояттатуды жаным қалайды. Баубек әшекейлі аспаннан назарын аударып, жанындағы әпкелі інілі екеуіне таңырқай қарады. Әдетте жастар ауылдан ұзап кетуге құмартып тұрады. Ал бұл екеуі оқып-тоқып туған жерге оралмақшы. Арманының орындалуы қиын емес екен. Мен де Алматыдамын. Егер Алтайға келем десең, әке-шешем айтамын, ауданнан күтіп алады. Көркемнің сөзін Төрегелді қостай бас изеді. Ертең Берел қорығына жолға шығамыз. Күн ашық болса жарар еді. Баубек өзін ауылына қонаққа шақырған қызға риза бола, ертеңгі бақыттарын жария етті. Ол жерге барсаң, тарихымызды бастан кешкендей боласың. Жолай солдат құлаған шатқалынан өтесіңдер. Төрегелді өз өлкесін бес саусағындай білетінін аңғартып, тәптіштеп түсіндіре жөнелді. Неге солдат құлаған аталған? Әпкем майын тамызып жақсы әңгімелейді. Інісінің сілтеуіне әпкесі келсе қоймады. Ертеңгі тірлік қауырт екенін айтып, түн тыныштығын тілеп, үйіне кіріп кетті. Онда сен айт, білетін көрінесің тарихын. Баубек бозбалаға өтініп еді, ол қысқа ғана мәлімет берді. Ертеде әскерилер мәшінемен өтіп бара жатқанын деседі. Сонда көлік жолдан тайып кетіп, шатқалға аударылған көрінеді. Солдаттар тегіс қаза тапқаны даусыз. Содан бері халық арасында солдат құлаған шатқал деп аталып кеткен. Құлағандары қандай өкінішті. Қазір жол жақсы, сайрап жатыр. Сымырап отырып береге тез-ақ жетесіңдер. Жақсы онда, ұйқымыз келмесе де, кірпігін ілдірейік. Екеуі бөлмелеріндегі дайын орындарға жайғасып, жастыққа бас қойысты. Тауда ататын таңның өз сұлулығы бар. Жазық даладағыдай мұнда күнана бүкіл атырапты нұрымен бірден бөктіріп ала жөнелмейді. Алдымен ұшар басы көкке жетердей болып тұрған тау шыңдарына там-тұм шуағы мен шабарман жібереді. Нұрлы сәлемді қабыл алып, жаңғырық үн қайтарған шыңдардан амандығына риза болып, тау етегін алтын шапағымен аймалайды. Шөп басындағы шықты кептірмей, тұяқтының сүйсініп жейтін шөбінің дәмін кетірмей, жер бетін жарқыраған нұрымен аялайды. Түнде тамылжап тыныштық құшағында қалған табиғатты біртіндеп оятып, өмір әнін салдырады. Ормандағы құс біткен күнанаға мадақ жыр айтып, оятқан жаңа таңын шаттыққа балап, шуылдасып қалады. Бүгін де солай. Алтайдың аппақ таңы тәкаппар шыңдарды да ұмыт қалдырмай, етектегі шалғынға дейін сүйіп өбіп оятып алды. Таңмен таласа тұрған қорықшы отбасы бірден тірлік қамына кірісті. Әке мен ұлы түздің ісін тындыруға кетті. Ана мен қызы қонақтардың дастарханын жайнатып, аспаздық шеберліктеріне басты. Өзін ерте тұрдым деп ойлаған Баубек бар тірлікті тиянақтап, бұлардың оянуын күтіп отырған үй иелері мен Жәнібектерді көріп таңданып қалды. Қайырлы таң деп аулада тұрған Нұрлыбекке жақын келіп амандасты. Қайырымен бастайық. Достарыңды оятсаң жарар еді. Дастархан күтіп қалды. Нұрлыбектің сөзінен соң қонақтар тегіс үстел басына жиналды. Таудың кербез таңын тамашалайық деп, біз күннен де ерте ояндық. Жастар, бұл ұйқыларыңа жол болсын. Жәнібек қонақтардың соңы болып дастарханға отырған жігіттерді әзілмен бір түйреді. Жол соқты болып қалыппыз. Әрі суретке түсіп үлгереміз ғой, дескен жігіттер тамақтануға кірісті. Қалада таптырмайтын сарымай мен кілегей, таңдайыңда ерейтін ежігей құрт, тәтті ірімшік, осының бәрі дәмімен арбап, дастарханы жуық арада тұрғыза қоймады. Әрі Айман мен Көркемнің жік жапары болуымен шай тіптен қоюланып, дәмі тіл үйіруге айналған. Жалғыз бағаланғаны қаланың қара шайын аңсайтын тәрізді. Әр дәмді бір шұқылаған болмаса, аузына жартып дән салмады. Таңғы шайдан соң далада қысқа кеңес құрған қонақтар көктеріне отырып кетуге ыңғайланды. Ендігі бет алыстары берел түс. Сұрт суретке түсіп,
Еске сақтар сәттерін сағым жұтып кетпес қамдарын жасап жүр. Баубек бір ретін тауып, Көркемді ортаға алып, Төрегелдіге домбырасын ұстатып, суретке түсіп үлгердім. Қыздан рұқсат сұрап, оны жеке суретке де түсірді. Суретші жігіттің бұл әрекетін әбес санаған үлкендер жағы көрінбеді. Әр сурет сенің шығармаң десек, оның атауы болу шарт, деп Көркем өз суретіне сынай қарады. Кадрда күн сәулесіне көмкерілген, бойы ортадан сәл жоғары, қалақтай қара торы қыздың бейнесі күлімдеп тұрды. Әрине, атын қойып та қойдым. Қара кемердегі қарғысы деп атадым. Баубектің бұл сөзіне Көркем абдырап қалды. Ішкі толқынысын жанары жасыра алмайым. Жан толқыны атойлап көз шарасына жиналды. Қарғыз емес, бәлкім от қызы дерсің? Жоқ. От ішінде билесе де еріп кетпейтін қарғызысың. Жігіттің өз картинасына қойған атауына сенімділігі сонша, оны өзгерте тіпті де ойында жоқ көрінеді. Жарайды, солай-ақ болсын. Көркем от басындағы елес бейінен өзінің сыр алдырып алғанын түсініп жала жымиды. Өзгелері бір-біріне алғыстарын жаудырып, шу-шырқан болып жатқанда, ойламаған жерден күшігіне көз түсті. Көркем оның көлікке отыруға ыңғайланған қонақтарға алдыңғы екі аяғын созып, тағзым еткендей қимыл көрсеткеніне сүйсініп, күліп жіберді. Біздің аққұлақ мәдениетті лирик қой деп інісіне күшігін нұсқады. Баубек енді фотоаппаратын еркек күшікке бағыттап, оның қоштасу тағзымын кадрына жазып алды. Жақындықта ит пен бала сезеді деген сөз бар, деп жымиды Баубек күшікті нұсқап. Біздің қонақжайлығымыз итімізге де жұққан сыңайлы, деп Төрегелді аққұлақты еркелете басына сипады. Баубек үй иелеріне алғысын жаудырып, Алтайда тағы да жолқысы келетінін айтып жүріп, көлікке мінерінде Көркемге көз қиығын тастады. Бойжеткеннің жанары расымен де от қызындай болып, ерекше нұрға толып тұрды. Алтай асып Алатау келші, жүрекке мына бір үміт берші. Жігіттің жанарынан жолданған бұл сырға Көркемнің жауабы даяр еді. Жұлдыз жауған түндерде келем, қар қызы болып елес берем. Қыз жауабына көңілі қанаттанған суретші жігіт көлікке шапшаң мініп алыстай берді. Есік алдында үйіріліп тұрған қонақжай таулықтарға бұлар да көктен қол бұлғасты. Мәшинеде келе жатқан Бағлан көзіне шалынғанның бәрін қармап қалмақ қомағай ниетпен фотоаппаратының түймешесін асығыс-үсігіс шартылдатумен отыр. Суретшіміз дейміз-ау, көргенімізді ғана көрініс етеміз. Оның астарындағы тұңғиыққа бойлау үшін сұлулыққа ғашық жүрек керек екен, деген ойға қалды Баубек. Осы сәт жүйткіген көлік солдат құлаған шатқалына тұмсық іліндіріп қалған еді. Соңы